қашаннан бері мұсылмансың десе не деп айтады? Әл-Мисақтан бері мұсылманмын. Әл-Мисақ деген біздің денеміз жоқ кезде жанымыз бар еді. Алла субханала тағала бүткіл жанды бірінші жаратты, әлем жоқ. Еш нәрсе жоқ ол кезде. Ассалаумағалейкум, мұсылмандарым. Енді айтпасқа тура келеді, басқа айтатын сөз жоқ. Мынандай есекбастарды тыңдамаңыздар. Мұның айтып отырғаны Әл-Мисақ деген жоқ нәрсе ғой. Оны сопырал шығарған. Ал сопыларға шайтан шығарып берген бұлындай ертекті. Өйткені сопылар Құранды оқымайды олар. Өздерінің піріміз не айтса соны істейміз деп ми жоқ есек сияқты артынан бірлерінің еліп жүре береді, көздерін жұмып. Ал енді мұнаға топасқа Дүмше молдаға келетін болсақ, бұл да солардың бірі, сопылардың бірі болып саналады. Сондықтан надандығы сонша бұл да Құранды оқымайды. Ал бұл өзінің мұна айтып отырған сөзіменен Құранды жоққа шығарып отыр. Құранды ашып 7-ші сүренің 172-ші аятын оқысаңыздар, Алла тағала мұна қазір айта кетейін, көптеген хадистарды айтылады, ол хадистердің бәрі өтірік. Алла тағала адам алейхиссаламды жаратқаннан кейін соның омыртқасынан алып шықты деп айтылады, жандарымызды. Бұның бәрі өтірік хадис. Құранды оқысаңыздар, жаңағы айтқан 7-ші сүренің 172-ші аятында Алла тағала адам атамыздан емес, адам атамыздың балаларынан шығардым дейді, біздің жанымызды. Сосын солардан сұрадым дейді. Кейін сөздерінен айнып кетпес үшін мен кіммін, мен жалғызбын ба деген сондай сұрақтар қойдым дейді. Сондықтан да мұндай ақмақтарға сенбеңіздер. Бұның айтып отырғаны Әл-Мисақ дегеніміз бүкіл әлем, бүкіл жер жағылмай тұрған кезде дейді. Ал енді Құранды оқысаңыздар, адам атаның ұрпақтарынан, балаларынан шығардым дейді біздің жанымызды. Сондықтан да сақ болыңыздар. Қазір қаптаған Дүмше молда, мұна мүфтиятта, тем более мүфтиятта бірде-бір білімді адам жоқ. Сондықтан да сақ болыңыздар. Оларды тыңдағанша, олардың бұлшылын тыңдағанша, қолыңызға Құранды алып, сол Құранның аудармасын оқыңыздар.